Сәлем достар, құрметті көрермендерім. Бүгін 20-ші сабақ YouTube'дағы Present Simple, яғни Present Simple'дің ішінде әрекет жоқ. Осы әрекет жоқ сөйлемдерге қатысты. Әрекет жоқ сөйлемдер не екенін білмесеңіздер, осы сабақ лекциялардың ең басында бірінші 3 сабақтардың 2 мен 2, 3, 4-ші сабақтарда осы Present Simple әрекет жоқтың теориясын түсіндіріп кеткенмін. Содан бері тек қана практикамен жұмыс жасап жатырмыз. Практиканың мақсаты сіздердің ағылшын тілінде сөйлеудің дамытуын. Себебі ең үлкен проблема ол жаңағы сөйлеу болып табылады. Сол үшін сол сөйлегенге бәр әрекет, бәр назарды аударамыз. Бізде бұл спикинг практика сабақтары қалай өтеді? Мен сіздерге қазақша сөйлем айтам, соны сіздер ағылшыншаға аударуға тырысасыздар. 1-2 секунд берем, содан кейін мен дұрыс жауабын айтам. Солай сіздерге практика болады. Бұл видеоны алдыңғы видеолардағы айтқандай міндетті түрде отырып көрудің қажеті жоқ. Жүріп тамақтарыңызды жасап жүріп, егерде ас үйде болсаңыздар, болмаса жұмыстарыңызда, офистарыңызда наушникпен тыңдап отырып, болмаса машинада жүріп бара жатып тыңдауға көрудің қажеті жоқ, тыңдауға болады. Солай тыңдап, дауыстап айтсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Мысалы, кепка көк, сол мен сіздерге айтамын, кепка көк. 1-2 секунд берем, соны сіздер ағылшынша айтуға тырысасыздар. Мен ешнәрсе айтпай тұрғанда, содан кейін мен дұрыс жауабын айтамын. Мен айтамын, the cap is blue деген. Cap деген кепка, blue деген көк. The cap is blue. Сол өзіңіз айтқаныңызбен, сөздің айтылуымен, грамматикалық структурасына қатысты өзіңізді түзейсіз. Сонда дұрыс болады айтқаныңыз, болмаса бұрыс болады. Сол бұрыс болса, дұрыс қате жерін жөндейсіз. Келесі сөйлемге бара береміз. Сондай форматта сабақ өтеді, осы видеоларымыздағы. Бастайық. Балық свежий. Балық свежий. Балық свежий. Айтып көріңіздер ағылшынша. The fish is fresh. The fish is fresh. The fish is fresh. Балық свежий. All свежий. All свежий. Яғни балыққа қатысты. All свежий. It is fresh. It is fresh. It is fresh. All свежий. It is fresh. All свежий. It is fresh. Балық свежий емес. Балық свежий емес. The fish is not fresh. The fish is not fresh. Балық свежий емес. The fish is not fresh. Ол свежий емес, яғни балыққа қатысты болып тұр, айтып көріңіздер, ол свежий емес, балыққа қатысты. Ол свежий емес. It is not fresh. It is not fresh. It is not fresh. Келесі, ет пісірілген, ет піскен. Ет піскен. Ет піскен. The meat is cooked. Cooked қараңыздар, бұл жерде cooked, бұл етістік емес, бұл сын есім, adjective болып табылады. Жүре ме? Көп кісілер ойлайды, ed-мен бітсе, ол әрқашанда етістік деп, себебі бізге үйрететін ғой, ed-мен бітсе, ол етістік деп, мысалы, өткен шақта. Бірақ бұл жерде ed-мен болса да, ол піскен деген сын есім ретінде келеді. Піскен. Сонда ed ол әрқашанда етістік емес, сын есімде болады. Сонда the meat is cooked. Айтып көріңіздер. The meat is cooked. Ол піскен, яғни еттің орнына олды қоямыз, сын есімді. It is cooked. It is cooked. It is cooked. It is cooked. Келесі, күріш дәмді, тәтті. Күріш дәмді. Күріш дәмді. Tasty емес, tasty. Tasty, tasty. The rice is tasty. The rice is tasty. The rice is tasty. Күріш дәмді. Жемістер арзан. Жемістер
арзан. Бұл тамаққа қатысты, иә, көп. Осы видео сабағымыз тамаққа қатысты. Көп сөздер, жаңа сөздер тамақтан. Жемістер арзан. Жемістер арзан. The fruits are cheap. The fruits are cheap. Жемістер арзан. The fruits are cheap. Жемістер арзан. The fruits are cheap. The fruits are cheap. Олар арзан. Олар арзан. Олар арзан. They are cheap. They are cheap. Олар арзан. They are cheap. Олар арзан. They are cheap. Sarmay sarı. Түсін айтып тұрмыз, иә? Sarmay sarı. The sarmay sarı. The butter is yellow. Sarmay sarı. The butter is yellow. Sarmay sarı. The butter is yellow. May sarı, yeah? The butter is yellow. Sarmay. Sarmay sarı емес. Sarmay sarı емес енді. Мағынасына мән бермей, ағылшыншасын айтып бердіңіздер, иә, просто. Sarmay sarı емес. The butter is not yellow. The butter is not yellow. Sarmay sarı емес. Олар, келесі, айтып бердіңіздер. The butter is not yellow. The butter, байқасаңыздар, butter дегенде, мен р деген дауысты естіп жатқан шығарсыздар. Бұны біз ағылшын тілінде, яғни американдық ағылшын тілінде, қашан ортада т келеді, сол т-ның екі жағында дауысты екі әріп болғанда, сол т, ол болмаса бұл жерде екі т р-ға айналып кетеді. Butter, butter. Көрдіңіз бе? Butter демеймін, британдық ағылшын тілінде солай, ал американдық ағылшын тілінде butter болып кетеді. Осыны есте сақтаңыздар. Ортада т келеді, екі жағында дауысты екі әріп. Солай болғандай, сондай форматта. Ортадағы т р-ға айналып кетеді. The butter is not yellow. Келесі, олар арзан емес. Олар, яғни олар арзан емес. Олар арзан емес. Қалай? Айтып беріңіздер ағылшынша. They are not cheap. They are not cheap. Олар арзан емес. They are not cheap. They are not cheap. Yeah? They are not cheap. Сәбіздер ұзын. Сәбіздер ұзын. Сәбіздер ұзын. The carrots are long. The carrots are long. Олар сәбіздер ұзын. Сәбіздер ұзын. Олар сәбіздер ұзын. They are long. Енді олар ұзын. Олар сәбіздер, иә? Олар ұзын. They are long. They are long. Олар ұзын. Келесі, ірімшік, сыр, иә? Сыр қымбат. Ірімшік қымбат. Қалай болады? Ірімшік қымбат. Бұл жерде сыр деген мағынаны білдіріп тұр, иә? Cheese is expensive. Cheese is expensive. Cheese is expensive. Yeah, сыр қымбат. Cheese is expensive. Ол қымбат, яғни сыр туралы айтып жатырмыз. Ол қымбат. It is expensive. Ол қымбат. It is expensive. It is expensive. Ол қымбат. It is expensive. Сыр қымбат емес. Сыр қымбат емес. Сыр қымбат емес. Cheese is not expensive. Cheese is not expensive. Сыр қымбат емес. Сыр қымбат емес. Cheese is not expensive. Cheese is not expensive. Ол қымбат емес. Ол қымбат емес. It is not expensive. It is not expensive. It is not expensive. Ол қымбат емес. Қант ақ, ақ түс. Қант ақ түс. Я, қант ақ. Қант ақ. Sugar is white.
Sugar is white. Қант ақ. Sugar is white. Қант ақ. Келесі. Қант ақ емес. Қант ақ емес. Sugar is not white. Sugar is not white. Қант ақ емес. Sugar is not white. Қант ақ емес. Нан ыстық. Нан ыстық. The bread is hot. 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 Нан ыстық. Ол ыстық. Ол ыстық. It is hot. Ол ыстық. It is hot. Ол ыстық. Су суық. It is hot деп қайталап көріңіз. Бір-екі рет. It is hot. Ол ыстық. It is hot. Ол ыстық. Келесі. Су суық. Су суық. Су суық. Су суық. The water is cold. The water is cold. Су суық. The water is cold. Су суық. The water is cold. Су суық. Ол суық. Яғни су. Суға қатысы. Ол суық. It is cold. It is cold. Айтып көріңіздер. It is cold. It is cold. Келесі. Шоколад. Тәтті. Шоколад. Тәтті. Бұл жерде алдында tasty мен sweet екеуі тәтті деп жатырмын ғой. Айырмашылығы қандай? Sweet ол әдетте қанты бар нәрсеге sweet дейміз. Иә? Ал сонда sweet деген, яғни тәтті. Ал tasty деген дәмді дегенді білдіреді. Дәмді. Ол tasty ол тек қана қанты бар нәрселер емес, бірақ бешбармақта дәмді бола алады, салатта дәмді бола алады, пирогта дәмді болады. Сонда тек қана қанты бар нәрселерге ғана емес, басқа бәр жақсы дайырланған тамаққа қатысты tasty деп айтсақ болады. Ал sweet ол қанты бар, sweet дейміз. So the chocolate is sweet. Шоколад тәтті. The chocolate is sweet. The chocolate is sweet. The chocolate is sweet. Шоколад тәтті. The chocolate is sweet. All тәтті. It is sweet. All тәтті. It is sweet. All тәтті. It is sweet. Келесі. Кофе ащы. Кофе ащы. The coffee is bitter. The coffee is bitter. Ащы. Кофе ащы. The coffee is bitter. Ол ащы. Кофеға қатысты, иә? It is bitter. Қайталап көріңіздер. The coffee is bitter. Кофе ащы. It is bitter. Ол ащы. It is bitter. Bitter дейін. Көрдіңіздер? Қайтадан екі ортада тігеледі. Екі жағында дауысты әріп. I мен I, сол үшін bitter дейміз. Bitter. Р-ға ұқсайды. Excuse me. Flop tea дейді ғой. Flop tea. Ағылшынша. Келесі. Апельсин шырыны пайдалы денсаулыққа. Апельсин шырыны пайдалы денсаулыққа. Денсаулыққа пайдалы. Бірақ пайдалы денсаулыққа оны бізде ағылшын тілінде бір сөзбен айтамыз. So, айтып көріңіздер. Апельсин соғы пайдалы денсаулыққа. Orange juice is healthy. Orange juice is healthy. Orange juice is healthy. Апельсин соғы пайдалы денсаулыққа. Healthy деген денсаулыққа пайдалы. Айтып көріңіздер. Orange juice is healthy. Айтып көріңіздер тағы. Orange juice is healthy. Orange juice is healthy. Orange juice is healthy. Orange juice is healthy. Orange juice is healthy.